шашыңды тарап бері. Күшті релакс болады. Дайынсың ба? Шашыңа қарап отыр. Мен білесің ғой, шашқа үлкен жауапкершілікпен қарайтынымды білесің. Тіпті көшедегі адамдардың көзін қарап, шаштарына қарап, бұл ер адам болса да, әйел адам болса да, шашының структурасы маған қалай күтім жасайтынын біліп қоямын. Қызық. Тіпті шампунның иісінде ажырата аламын, сенесің бе? Қазір мысалы менің шашыма қарап отсаң, бір эксперттің шашы сияқты емес, білем, бірақ дегенмен де шашым керемет болмаса да адамдардың шаштарын ажырата аламын. Осындай бір кемді не деп айтайық. Жарайды, шашыңның ұшынан бастай. Әңгімеңді айта отыр. Жұмыс қалай басталып жатыр? Күз келгенде бәрінде қар боласың ғой. Күздің соңы бәрінде қар боласың. Мектепке дайындық, жұмысқа дайындық дегенде шашың үйісіп тұр. Сен шашыңа жуған кезде бальзам жағып жүрген жоқ сияқтысың. Көрініп тұр. Айттым ғой, мен бірден біліп қоямын. Ол өз білініп тұрады. Шашы ұйысы қатты болып тұрса, бальзам жағылмайды деген сөз. Бірақ бүгін өте әдемі болып тұрсың. Шын айтамын. Өте әдемі болып. Бір жүзің нұрланып тұр. Не істеп жүрсің? Құпияңмен бөліс. Жүзің әдемі болып тұр, нұрланып тұр деп айтқан кезде бұрын
жүзі нұрланып тұрады, оны қалай байқауға болады деп ойлайды. Қазір сол нәрсені шынымен де байқап жүрмін. Яғни ол адам байқайды екен, шынымен де көрінеді екен. Адам бақытты болып жүргені, немесе бір уайымдап, стресске ұшырап жүрсе, ол да сезіледі екен. Айтпақшы, стресс демекші. Стресс көп аурулардың бастамасы негізі. Сол себепті мынау аз ғана өмірде жұмыс деп денсаулықты ұмытып кетпеу керек. Адамға ең бірінші денсаулық керек. Соны ұмытпа. Айтпақшы, білесің ғой, мен сенімен үнемі өзімнің көрген, білген нәрселерімді бөлісіп жүремін. Кішкене басықты болады. Лайк. Бүгін бір видео көрдім Инстаграмда. Өте ұнады маған. Кезінде Конфуций айтқан екен: ата-анаға біз махаббатымызды қамқорлық арқылы көрсетеміз деп көп адам солай ойлайды дейді. Бірақ біз қамқорлықты тек адамға емес, тіпті ит пен мысыққа да көрсете аламыз ғой. Сонда адам, яғни бала, ата-анаға қамқорлық көрсетуі, оның алғысын алған болып есептелмейді екен. Білесің бе, ең үлкен маңызды нәрсе ол біз ата-анамыздың алдында борышымызды қалай өтейміз. Ол дұрыс адам болып қалыптасуымыз. Дұрыс естідің. Яғни сен жақсы адам болып, есейіп, жақсы білім алып, жетістіктерге жетіп, мына өмірде өзіңнің орныңды адаспай тапсаң, міне сол сенің ата-анаңның алдындағы борышыңды өтегенің болып есептеледі. Ата-ана үшін
маңызды бақыт ол осы өзінің баласының өмірдегі өз орнын табуы, мамандықтан қателеспей, жар таңдаудан қателеспей, бақытты ғұмыр кешуі. Ал қалған нәрселер олар дұрыс емес нәрселер, яғни біз сені не үшін тудық, сен бізге міндеттісің, сені біз асырау үшін тудық деген манипуляторлық сөздер дұрыс емес. Ол жақсы ата-ана баласына олай айтпайды. Менің ойымша тек қана баласын керісінше жоспарламай туған өмірде бақытсыз адамдар ғана балаларына осындай нәрсені міндеттейді деп ойлаймын. Және қазіргі таңда көп балалар өкінішке орай өздерінің ата-анасымен орындарын ауыстырып алған, яғни бала рөлінде емес, ата-ана рөлінде жүр. Өздерінің әке-шешесін бағамын, қағамын, оларға үй берем, машина берем, шетелге жіберем, анда жіберем деп бар күштерін салып жұмыс істеп, солай істеп жүр. Бұл әрине жақсы, бірақ ешқашан бала өзінің әке-шешесіне ата-ана рөлін сомдамау керек. Бала әрқашанда әке-шешесінен бала болып қалу керек. Егер сондай істеп жатса, әке-шешесі оны тоқтату керек. Разылығын беру керек. Яғни сол ақшаға ол бала, қыз бала болсын, ол бала болсын, өзінің болашағына инвестиция жасап, үй алып, жер алып, немесе машина алып дегендей, немесе жақсы білім алып, соған жұмсау керек деп ойлаймын. Сен мына өмірде ешкімге күнің қарамай, ешкімге тәуелді болмай өмір сүрсең, меніңше ата-ананың разылығы сол болады. Ал егер сен мына өмірде өз орныңды таппай, не істеп, не қойып жүргеніңді білмей, тұрақты жұмысың жоқ, үйің жоқ, күйің жоқ, отбасың жоқ болып, әр жерде ұшып-қонып жүрсең, онда әрине ол сен әке-шешеңе уайым боласың. Әке-шешең сені уайымдап кетеді. Сол үшін кез келген жерде баланс болу керек. Мен саған айтайын, баланс болмаса біз бақытсыздыққа ұшыраймыз. Яғни әркім өз рөлін білу керек. Әке отбасыда әкелік рөлін, шеше отбасыда шеше рөлін, сонда ғана ешкімге ренжімейтіндей сау ұрпақ болады, сау отбасы болады.
ешкімді манипуляция жасамау керек. Ата-ана бала бақытын қызғанбау керек. Қайта қуану керек, қолдау керек. Және менің ойымша, енді мен өз ойым, Алла қаласа болашақта да сол нәрсені жасағым келеді. Ата-ана балаға кем дегенде үй алып беру керек деп ойлаймын. Бір бөлмелі болсын, үй алып беру керек. Немесе тым болмаса жер алып қою керек. Сонда ол бала ертең мектеп бітіріп, университет бітіріп, жұмысқа тұрып, ары қарай сол жерге үй салуға әрекет жасайды. Болмаса бір бөлмелі пәтері болса, ол балада үлкен мына өмірге деген сенімділік болады. Сол үшін әрбір ата-ана әрқайсысы жеке басын ойламай, анау бүйтті, мынау сөйтті, андай мындай, келін мынандай нәрсе істеуге міндетті, күйеу мынандайға міндетті деп отбасыны бұзбай, балаларды бақытсыз етпей, керісінше балаларды мына өмірге әкелген соң оларға жауапкершілік алып, олардың болашағын қазірден қамтамасыз етуді ойлау керек. Көп ата-аналар бар, бұл өмірде балалары үшін ештеңе істемейді. Жай ғана өмірге әкелді, болды. Ары қарай ол бала өздігінен өсті, және ол бала ер жетті. Жұмыс істеп, ақша тапқан кезде ата-анасы оған: біз сені не үшін тудық? Сен бізді асырау керексің, бізге міндеттісің деп шығады. Ал шын мәнінде өзі балаға мейірім төгіп, баланың қажеттіліктерін өтеп, онда ешқандай ата-аналық парызын істеген жоқ. Бірақ өзі ата-аналық парызын істемесе де баладан соны күтеді. Сен қалай ойлайсың? Келісесің бе? Ал кейбір ата-аналар бәрі жай ғана балаларын қолдап, қорғап, жай ғана сырттарынан сүйсініп, бақыт тілеп отырады. Және сендердің амандықтарың, сендердің бақытты болғандарың, біздің бақытты болғанымыз деп ақ баталарын беріп отырады. Мен солай ойлаймын, және бұл Конфуцийдің сөзіне толықтай келісемін. Яғни біздің мына өмірде өз орнымызды табуымыз ата-ана алдындағы парызымызды, борышымызды өтеу болып табылады. Ол деген сөз ата-анаға үй бер, машина бер, анда бар, мында бар деген сөз емес. Әрине, жаман келсе жасауға болады, бірақ шектен тыс. Оларға ата-ана болып кетудің қажеті жоқ. Сен әрдайым әке-шешең үшін бала болуың керек. Жай ғана бір ата-анаға деген бір махаббатыңды көрсетіп, оларды қуансаң болды. Яғни ешкімге міндеттеп қарамау керек. Сен маған міндеттісің. Қазір өкінішке орай көптеген отбасылар ажырасады. Не үшін ажырасады? Яғни ақша жетіспеушіліктен, себебі ер азаматта үйі жоқ.
ер азамат ол үйді қайдан алады, оған әке шешесі кезінде көмектесу керек еді. Тым болмағанда жақсы білім беру керек еді дегендей. Өкінішке орай кейбір ата-аналар бар, жас кездерінде әйтеуір қалай болсын солай өмір сүреді. Балалары әр жерде бір өседі. Яғни бұл өмірде балаларына ешқандай бір дамуына үлес қоспайды. Сол себепті ол бала кішкене жасқаншақ болып өседі. Бұл әрине менің өзімнің ойым, және Конфуцийдің өзіме толықтай келсе. Мен де өз ата-анама біраз нәрсе істегім келеді, бірақ менің ойымда мен оларға міндеттімін деген нәрсе жоқ. Мен ойлаймын, менің бақытты өмір сүріп жатқаным менің ата-анам үшін қуаныш болды. Мен оларға ештеңе міндеттемеймін, олар маған ештеңе міндеттемейді. Бізде сау қарым-қатынас, бізде ең басты сепарация бар, яғни ата-анадан бөліну бар. Ата-анамды жақсы көремін, сыйлаймын, құрметтеймін. Бірақ ойбай, мен бүйтуім керек, мен сөйтуім керек. Мен оларға міндеттімін, андай деген нәрсе жоқ. Сол себепті кез келген балада ата-анадан сепарация болу керек. Сепарация деген ол бөліну, яғни ата-ана мен ересек адам ретінде яғни бала кездегі позициясын қойып, өзіне жауапкершілік алу. Кейбір адамдар бар, әлі күнге дейін балаларын контрольда ұстағысы келеді, яғни ол адамдарда сепарация жоқ, балаларын еркіндікке жібермейді, оларды үнемі бақылап, басқарып отырғысы келеді, еркіндік бермейді, ақша бермейді, ақшасын бәрін алып қояды. Бұл дұрыс емес. Ары қарай әңгімемізді шай ішіп отырып жалғастырайық. Шашың әдемі болып қалды. Ұйықтап кеткен жоқсың. Бірақ менің әңгімемнен соң сен ұйықтай қоймайсың. Жарайды. Сен шашың әй бер, мен барып шай қойып келейін.